арсланды көріп пышық әуес етеді екен да. Арслан не істесе соны істеп оған елеклеп жүреді екен. Бірақ бәрібір ішінен өзін арсландай сезіне алмайды екен. Бұның шешімін іздеп дана инсанға барыпты. Һәм дана инсанға айтыпты: мен арсландай болғым келеді. Арслан не істесе соны істеп жатырмын. Бірақ бәрібір ішімнен өзімді арслан сезіне алмай жатырмын. Не істесем арсланға айланамын депті. Сонда дана инсан: арслан не істесе соны істеп жатырмын дейсең, арслан қандай тамақ жеп жатыр өзі? Мысалы, бүгін қандай тамақ жеді десе, бүгін киік аулап жеді, алдындағы күні және бір басқа хайуанды аулап жеді. Әр күні әртүрлі хайуанларды аулап жейді. Сөйтіп пышық айтыпты: сен не аулап жейсің десе, мен кәдімгі сол тышқанды аулап жеймін. Онда сен арсландай болуың үшін арсланның істеп жатырғанын істеуің керек емес. Өзіңдегі бір нәрсені өзгертуің керек депті. Нені өзгертуің керек десе, пышық арслан болу үшін бірінші болып тышқан аулағанды тоқтату керек деген екен. Енді өмірімізде де баз бір адамлар кімдергедір елеклейді, рауажданып жатырған адамларға ұқсауға әрекет етеді. Солардай болып жетістікке ерісуді қалайды. Солардың істегендерін істейді, солардың қылған қылықтарын қылады. Бірақ бәрібір ол рауажданған инсанға айлана алмайды. Не үшін? Себебі адам бірінші болып рауажлану үшін майда шүйде затлардан кешу керек. Яғни өсек, ғибат, анау, мынау деген майда шүйде келіспейтін гәп сөздер, болма сондай әртүрлі бір майда шүйде затлармен араласып жүрген адам еш уақыт рауажлана алмайды. Ол адам еш уақыт өніп өспейді. Соның үшін сіздер де рауажлануды қалайды екенсіз, майда шүйде затлардан кешің. Яғни үлкен затлар туралы пікірлеп үйреnin. Үлкен затларды пікірлеп, бірақ істеп жатырған істерің майда шүйде затлар болса, жаңағыдай өсек, ғибат, біреуге өкпелеу, біреуге хапа болу, біреудің сыртынан келіспейтін затларды айтып жүру, бұл сізді еш уақыт рауажландырмайды.